Кеш жарық барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Құттықтап қояйық. Бүгін енді бұл біздің алғашқы жобамыз Құс жолы әдеби сазды бірлестігінің алғашқы жобасы. Сіздер біздің алғашқы қонағымызсыздар, сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Бүгін келгендеріңізге. Енді бүгінгі кештің аты кездесу мен қоштасу деп аталды. Оны көрген шығарсыздар барлықтарыңыз. Бұл атау не үшін қойылды? Себебі бұл біздің сіздермен алғашқы кездесуіміз. Оны білеміз. Және қоштасу деп аталатын себебі биылғы жылмен қоштасу концерт ретінде, қоштасу бір концерт демей ақ қойшы, кеш ретінде бір жасағымыз келген болатын. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Бүгінгі кеш өз деңгейінде өтеді деп ойлаймыз. Және бұл біздің алғашқы кеш екенін ұмытпаңыздар, өйткені кейбір нәрселер дұрыс болмай жатса, өздеріңіз қатты алмайсыздар деп ойлаймыз. Одан кейін бір өтініш үлкен. Енді бұл жерге келген адамдардың барлығы поэзияны, прозаны, жалпы әдебиетті сүйетін жандар екені белгілі. Сондықтан да кішкене телефонды өшіріп, көбінесе бір-бірімізбен сөйлеспей, жалпы тек кешке ғана бар көңілімізді бұрсақ деген ниет бар. Сөйтеміз ғой? Қазір сіздерге бір-бірден кішкентай ашық хаттар таратып беріп жатыр. Ол Инстаграмда бар ғой. Скрин жасады, өзіңе керекті тіркесті таңда деген секілді. Тура соның офлайн форматы деп есептеңіздер. Кез келген дәл қазір сізге керекті тармақ сізге түседі деген ойдамыз. Жалпы Құс жолы бірлестігі туралы айтатын болсақ, жаз айында құрылды. Бұл Құс жолы бірлестігін ең алғаш болып құрған Бақытжан және екеуміз. Одан кейін тағы да ұйымдастырушылар Камила мен Жанар қосылды. Барлығымыз бірге ұйымдастырып отқан. Осы кешке келгендеріңіз үшін көп рахмет. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Барлығымыз қобалжып тұрмыз. Бұл біздің тұңғыш жобамыз. Тұңғыш бала әрқашанда өте қобалжытады, өте ыстық болады әрқашанда. Сол үшін бізде қазір эмоциялар, сөзден қарағанда эмоциялар басымырақ болып тұр. Кешті жасау идеясы Арайлым екеумізде тура мына орындықта туындаған болатын. Сара мен Анюк отырған жерде біз осы жерде қонақ ретінде келдік. Арай екеуміз кездейсоқ жолығып осы ақындар кешіне келген болатынбыз. Осы жерде мен айттым, Арай, мен мына жерде ән айтқым келіп тұр деп айттым. Сосын Арай айтты, мүмкін ал Камила неге жасамасқа деді. Біз жаспыз, бізде талант бар, бізде көрермен бар, әдебиетті жақсы көретін адамдар бар. Неге жасамасқа деді. Бұл бір сағатта, бір кештің ішінде туында осылай бір-біріне жалғасып кеткен идея болатын. Сондықтан да сіздерге айтқым келетіні, әрқашанда жаңалық ашудан қорықпаңыздар, жаңа нәрсе жасаудан қорықпаңыздар, өздеріңіздің жақсы көретін нәрселеріңізді жасаудан ешқашанда қорықпаңыздар. Өйткені единомышленники дейді ғой, сіздердің армандарыңызды қолдайтын адамдар болса, кез келген мақсат, кез келген арман расымен де шындыққа айналады. Оның дәлелі мына жерде біздің тұрғанымыз және де сіздердің осы жерде қалдарыңыз қалай? Бұл біздің жаңа қыздар айтып жатыр, тұңғыш жоба. Бұнымен тоқтамаймыз. Алда үлкен жобалар болады. Тек бізді қолдаңыздар, біздің тұрақты көрермендеріміз болыңыздар. Осы кештен кейін өз әсерлеріңізбен бөліссеңіздер жақсы болар еді. Біздің Инстаграм желісінде, Телеграм желісінде, Ютуб желісінде, барлық жерде парақшаларымыз бар, ТикТокта да бар. Сондықтан бүгінгі кешке біріншіден сіздерге үлкен рахмет айтамыз келгендеріңізге. Одан кейін бүгін осы бір ғимаратты бізге сеніп тапсырып отырған өзге Эпикке үлкен рахмет айтамыз. Осындай жас қалалықтарда әсіресе әдебиет сүйер қауымға көптен көмектесіп жүрген сіздерге үлкен алғыс. Және бізде байқап отырсыз, көптеген біздің филолог ағаларымыз отыр, бізбен бірге оқыған достарымыз отыр, бізден кейін оқыған, мен ақын деп танып Арайлым отыр. Барлықтарыңызға рахмет, көргеніңізге үлкен қуаныштымыз. Бүгінгі кеш сіздермен ғана жақсы көңілді өтеді, сондықтан барлығымыз осы атмосфераны бірге жасайық. Олай болса келдік біздің бірінші бөлімді бастаймыз. Соңғы кезде тым қызғаншақ болып кеткен сияқты. Оның бәрі бір ғана саған байланысты. Сен маған басқа адам болып жүрген кездері екеуміз таныспай тұрып, ерніңнен сүюдің өзі қол жетпей сағынады. Ол арманым орындалды. Әйтсе де қызғаныш деген бәле күн санап өсіп ойыңды менде бар. Сенің өзге жігіттермен сөйлесіп тұрғаныңды көрсем, оларға көңілім ауып кетпейді ме екен деп ойлаймын. Тіпті анау жолдас қыздарыңнан да қызғанамын. Себебі олар мені ұнатпай, сені бір жақсы джентльмен сымақ жігіттермен таныстыруы мүмкін ғой. Әрине мүмкін.
Өйткені әлемдегі ең сұлу қыз сенсің. Мен оны дәлелдеп неше күн бойы айтудан да жалықпаймын, айтқым-ақ келмейді. Ішіме сыймайды. Достарыма сенің қалай күлетініңді, қалай жүретініңді, екеуміздің қыдырғанымызда сенің не дегеніңді, менің не дегенімді бәрін айтып беремін. Бірақ олар немқұрайлы тыңдайды. Оларға қызық емес сияқты ма? Қайдан қызық болсын. Егер де әлемдегі ең сұлу қыз сен болсаң, онда барлық жігіттер саған ғашық болар еді ғой, ал мен ең мықты жігітпін бе? Жоқ, олай деп айта алмаймын. Ендеше бүгін сені аялап тұрып жүзіңе анықтап қарадым. Міне жаңалық, сен сұлу емес екенсің. Қазақтың көп қыздарындай қарапайым, қаратау екенсің. Солай болған жақсы. Сенің бойындағы сұлулықты өзім ғана көрейін, өзім ғана мойындайын, өзім ғана сезінейін. Сен сұлу емессің. Сен менің сұлуымсың. Жаным. Ерлан Жүніс, сен бәрін білесің. Сен бәрін білесің, бәрін. Дауылдарын, жүректің жауындарын, қай көктемде құстардың кешіккен, сонда менің жанымның ауырғанын. Қай бір сөздің дертінде ендеген, қай бір әуендей уақыт ербеген, қай бір күзде гүлдердің ерте солып ертесіне мен саған келмегенім. Сен білесің, сезімнің жаздағанын, жазым шоты жүректе маздағанын, күйін кешіп бір сәтте бозбаланың бір сәтте жанып кете жаздағанын сен білесің. Тағдырдың шайқағанын, шайқаламын, таулардай жайталғанын, қай көздердің астында көкке қарап, қандай сөзді ішімнен қайталадым. Сен білесің, жаным не қалайтынын, саған мәлім табарым қалайтыным, қайтқан таңертең оқитыным, қайта кешке қарайтыным. Сен білесің, ерке қыз, бәрін. Сенен өзге жүрекке шағынбадым, қай күндерді қандай түс көргенімді, сол түстердің қалайша жорылғанын сен білесің. Жан білмес сырларымды, өзім шеше алмайтын жұмбағымды, ешбір адам көрмеген белгілерді, еш жинаққа енбеген жырларымды. Сен білесің, бәрінің бір дерегін, сен білесің, неліктен мен бөледім. Менің кінәм шығарау бәрін біліп, маған керектігін білмеген. Нұрболат Жолдасбек, сіз көркемсіз. Сіз көркемсіз, көктемдей кеше келген, һәм көркем есіміңіз. Сіз ешқашан өтпейтін көшелерде күтіппін, кешіріңіз. Сіз сәулесіз, сезімдей түнекте көр, һәм әппақ мүсініңіз. Сіз ешқашан көрмеген жүрекпенен сүйіппін, түсініңіз. Сіз өлеңсіз, өлімдей өмірге тең, һәм нұрсыз қарашықта. Сіз барсыз, сосын мен көңілденем, мұңаям адасып қап. Сіз қиялсыз, сіз пәксіз, сіз ұнайсыз. Қиялда мүсініңіз, мен пендем, жерден. Сіз құдайсыз, құлайсыз түсініңіз. Есенғали Раушан. Дария жақтан көтерілгенде қып-қызыл болып қалған ай. Өбісіп тұрар от еріндерде бар еді бір күш қалқамай. Егілген мен де сол шақта мұңды көңілмен жұта бермеппен мұншақтарымды төгілген. Жылама сәулем, алаңдағанда ой, жаныма ем бол жаралы, жас төгу үшін жаралмаған ғой. Жасар бұлардың жанар. Сүйеді таңдар, әуелі шынды, жапырағын талдар үзбепті. Сен айтқан әннің әуелі сынды,
себесте бақ нұр бізді өтті. Сыйладың шуақ жанарларыңа, санасыз ойға сабырдық. Сұлулықта жоқ, ғаламда мына, жоқ болса егер ақындық. Сыйладың шуақ жанарларыңа, так, кәні соны жылулық. Ақындықта жоқ, ғаламда мына, жоқ болса егер сұлулық. Ерлан Жүніс. Не істей алар екен сен үшін балдың, удың, құдай-ау көп ішілген. Қараймын да жүзіңе ойланам, әлде мен айтам, тек ішін. Іші бауырым езіне, емірене қараймын тебірене. Саған ғана айтатын сырларым бар, саған енді айтпай, соны неге? Өңімдағы құбылып өрт кешкендей, көңілдағы құбылып дерт көшкендей. Сақтау үшін бір ұлы құпияны, үндемеуге екеуміз зерттескендей. Үндемейміз, үнсіздік ұнағандай. Үндемейміз, іште бір кінә бардай. Маңдайыңнан қараймын сызығына, хал жайыңды солардан сұрағандай. Жанымызды, жүректі тұмшаласып, қайда жүрдім, жолықпай мұнша ғасыр. Маған қарап күрсініп қоясың деп, білем, ішімнен мұң шағасың. Сеземін мұңаясың, мұңайғаның әдемі құдаяшың. Мен сен аяп отырмын, сен мен аяп, аярлықсыз осылай, кім аясың? Кісі көңілі көктемге сенеді екен, сол сезімдер боп еді неге бөтен? Бізді айырған бір кезгі жегі сөздер үнсіздікте осылай өледі екен. Үндемеші, осылай наз айтылар, қай бір сұрақ көңілді қажайтырар. Үндемеші, іште сөз жанып сөніп, бізге бүгін керегі өз айтылар. Өткен өмір ұмтылған түстей ғана, енді бізге ешкім де түспейді. Өтіп кетер ме екенбіз бұл өмірден, күбірлесіп екеуміз іштей ғана. Сезім күнін сезімді кезімді, өртке салды өзгеріп өзімді. Сыңсыған сыр шегіліп желмен кетті, шетке сырды санардан төзімді мұң. Сыра ішінде сарқылып сағынышым, сәттерімнен секем ой салды шым. Ұлым нұрдан бұлсанып бәлкім бұрын, аңсарымды үйірдім сағынышым. Шам жарыға шақырған қала сазын, бос орынды түбінде шала жазым. Көкжиектің кескінін тау жасырып, қоңыр күннің ұшырдым алақасын. Менің жұтқан жұпарым жұғымыма, жұп болмасын кім білген ғұмырыма, шексіздіктің шеңберін мың айналдым, қиял ұшқан жетем деп шындығыма. Көкшіл кеште көлеңкем көкке сіңіп, жалғыздықтың жарасын кеткен тіліп, күз күнәсін қаһарлы қыс жазған, қорқатыным қоймасын көктемді. Жігер. Бұрын болды түндерді жұтынған сезім, ой сіңіп кеткені бүгін еш. Арап беті мұң көп тұтылған кезім, таба алмай ертеңнің ебін ес. Шетінеген сәттерім үстінде үрей, көңілдің көлбеңдеп назына. Білдім біткен ойымнан күштімді үдей, көмейге көміліп базына. Тұншықтырып шылымның тұқылын қанға, шарқымша қасірет шегілді. Көрсеткізбей жұлдыздың жымының қанға, өксіктер бүркетін секілді. Сарылттырған сағыныш, тығылды сағым. Жеткізбей үмітті жүдеткен, төзім сарқи таусылды құмылып, тағат күрең көз
белгісі жұлқылқым елеңде, үн ішінде ұйысқан жүректің шері өзекте өрт кешкен елеңде, жан қуатын зорғылап жалыныш сарық, діңкемді билеген тірі ең, тәңірден төгілер қалғыбыз жарық, қаламның ұшынан көрінген. Әсел Карбаев. Сен жоқ қала көріксіз. Сенесің бе? Сен жоқ қала молалы жарға айналған. Мен өзіңді күтем. Келесің бе? Ең алғашқы жапырақ сарғайтында. Талантымды тауысып үнсіз менің, өртеп кеттің көйлек қанатымды. Күн сырғыттың бетінде күндіз менің, мұң сырғыттың тілінде сағатымды. Сен кеткелі қалмады өзгерді анық. Бульварда жатсыңды, гүлзарда. Құрбан болған жолына көздер қарып, бір көрге жете алмай жүр зарыға. Сенің айтқан әніңнің куәсіндей, ай жарығын сақтарым кеудемде сағық. Қош тегізген таңдардың күнәсіндей, соңғы сөнген жасап. Көкке, айға, саған да керегім не? Жүрегімде болмаса аядай мұң, әр тамшысын жаңбырдың тереңінде сенің жазған жырыңдай аялаймын. Тәңір мұңнан сұраған тілегіміз, аспан жаққа шақырған асқақ арман. Жапырақ болып кеткен бе жүрегіміз, сағыныштан сарғая бастаған ба? Қаңғыған ой келеді мұнар үшін, көрінер ме сәулеңнің бір шықына? Жас кетпеген көзімнің жұбанышы, қасіретті жанымның тыныштығы. Сен жоқ қала көріксіз. Сенесің бе? Сен жоқ қала молалы жарға айналған. Мен өзіңді күтем. Келесің бе? Ең алғашқы жапырақ сарғайғанда. Алмас Темірбай, Маңғыстау қызына. Ғашық адамда ақыл шамалы. Кінәлі мен, ақтамақ күнім. Береке болып жатырса дағы, көңілсіз шығар ақтауда. Тіліне күйе тоқпақтағандай, қасық неге ұрсып қалдық. Бұл күні жүрек тоқтап қалардай, бұл жігіттер тырысып бар. Біз кеше ғана бір емес пек. Таңертең бүгін қалғанға жалғыз, бақытты тәтті күнде келістер, үйлену тойын армандағанбыз. Бақыттың дәмін сезініп едім, басым айналып сол түні жаным, аққудай билеп сезім менің, Каспийде тулап толқынған. Биылғы жылы үйленсек демек, қосып бірге күн кешсек демек, өмір сүруді үйренсек демек, өлетін болсақ бір өлсек демек. Осының бәрі арман басында, арманның бәрі жалған басында, аманшы айнан қайда болсаң да, басқа менінде армандасаң да. Білмеймін, бозба көңілдалдай ма, жалғыздығымды сезіндім жаңа, орындала ма, орындалмай, армандап өтем өзіңді ғана. Армандаған, осы ма менің, басымнан безіп бағым ұшқандай, жайымды ұқсам шошынар едім, жаңа сендегі жарылыстардай. Жауапсыз қалған сұрақ қоймайды, армандап талай таң атқан еді, армандарына ұят болады, өтінем, жерге қаратпа мені. Жетпей тұр сені мақтауға тілім, ізіңе әрбір гүл егер едім. Құдіретім жетсе ақтауға бүгін, бір болған жүрек сап жіберер едім. Өзіңе арнап махаббатымды, өзіңе арнап шығарған өлең, атыңмен бірге атаматымды, әдемі аңыз қылам ба деп едім. Ақылдасайық, ашылмасайық, сарғайып күтіп сағынбау үшін. Екеуміз бүгін татуласайық, жанымыз ертең ауырмау үшін. Көңілсіз шығар ақтауда бүгін, мереке болып жатырса дағы, кінәлі менмін, ақталма күнім, ғашық адамда ақыл шамалы. Кешір мені. Жарқын, келші екеуміз сырласып қояйықшы. Көбелек гүлге қонарда, Ләйлі Мәжнүнге құрдас болайықшы, мұңдас болайықшы соларға. Келші екеуміз бақыт болайықшы. Омейлі келсін таяп күз.
жүректеріне жақын болайықшы, уақыт болайықшы аяусыз. Таңды көруге асық болайықшы. Мен саған таңда айтам ән, алғаш көргендей жасық болайықшы. Ғашық болайықшы қайтадан. Түн мінезіндей терең болайықшы. Жұлдызы мәңгі сөнбейтін. Өмірге ғашық, өлең болайықшы. Өлең болайықшы, өлмейтін. Еңіреу қара түн, ақ қарда, саңырау сезімнің іздері, бақтарда күтуден үмітін үзбеген жапырақ жүректер бар әлі күздегі. Жалықпай жалғыздық суретін салатын, алатын. Тасада тыныштық көз жасын бұлайды, тек қана мастардың көңілді әндері мазасын кетіреді. Оның да жұрттың да алмаған неліктен екен белгісіз, сол әуен бұрайды. Жастардың әндері, мастардың әнінен сәндірек, бәлкім сол себебі кей күні менің де соларға қосылып мұң жайлы, түн жайлы, сен жайлы ән айтқым келеді. Алайда анамның ұялы. Өмір түсіруге болады әнсізде. Шамдар өлмеші көшенің басында самарқау үрген ит дауысы. Олар да сендегі жүректің сертіндей әлсіз бе? Мезгілсіз табысу, мезгілсіз қоштасу. Меңіреу қара түн, ақ қарда саңырау сезімнің іздері селеске соғатын. Бейболат Сәтжан. Бұл өлеңнің қарапайым ырғағы, жүрегімнің баяу соғып тұрғаны, қаперіне алмаса да басқалар, тек ырғақ та болмаса да жыр мәні. Мін іздесең, табу оңай, мінсіз кім? Мән іздесең, мәнсіз күнім жырсыз күн. Сен айтарың жоқ болған соң көпірдің, мен айтарым көп болған соң үнсізмін. Есін түзу, тым ақылды емеспін, айтпайды ғой ақымақпын деп ешкім. Сен де мендей жалғыздықтың мұнысың, мен де сендей бірақ сәтті келесің. Бар еді ғой бәрімізге тең өлшем, бірақ маған жат көріндің. Неден сені мұңыңды айтшы, мұңдасуға қайғымын шыныңды айтшы. Жылайсың ба мен өлсем? Сырып тастап перделері қайғының сырласайық. Сырым ғана байлығым айтар дейсің, тек біз білген жайдығым байқар дейсің, тек бізде бар ойдығым. Сыртымыздан айтылса да көп кесім, ол үстімнен бар ма басқа нақ шешім? Сырымыз жат, мұңымыз жат болып жүріп, бостан босқа өмір өткенбесін. Білден өмірде еріксіз гүл сыйлата, бір көрген жан ұната. Шашқалдап жүрмесе күнде себеп бар, сенің алғатыңды ұстасам. Жібермеген гүлде себеп бар, жібермеген гүлдегі күндер ораймын деп
күнделігім ауысып кеткен сияқты ғой. Көрейікші не жазған. Жүректегі балансты сақтау иманға, адамның сеніміне байланысты. Мына өмірде ізгілік жасай алмасаң да адамдарды жақсы көру керек. Біреуді бүкіл кемшілікмен сүю, кешіру арқылы Құдайға жақындау болады. Себебі кешірім ізгіліктің алғашқы баспалдағы. Надан, тоғышар ғана кешіре алмайды. Мен адамдарды жек көретін пенделерден қатты қорқамын. Олар зұлымдық жасауға қабілетті. Біреуді ұнату, жақсы көру, сүю қылмыс емес. Махаббатта бір-ақ формула бар. Ол тұрақтылық. Қиялай қыз екен ғой. Қалай, өзіңнің мүдделігіңді алайын. Бәлкім бүгін бейуақыт барын болжап, өтер ме еді жанымнан жалын ұрмақ, өлбіреген жүзінен үрей үркіп, сезбей сезім санамда сарын құрмақ. Жүрегім кәр, жанарда бар жан тәнім, бір көрге етенбес сарсаң бәрін, сені көрсе шіркін ай кетер анық, саған арнап ең ұлы бір жан әнін. Өлең жазып жолдармын көктен жерден, алған жалғыз сыйымсың көктемдерден. Бүршік сезім бір жарды кеудегернеп, жұпарыңды іздеймін өткен желден. Қыр гүліндей құлпыра нұр шашылып, көздеріңе сұлулық тұрасылып, күлім күлкі ескетіп қалатұғын, ғашық болып қалсамшы құрасылып. Тұнық ойым торығып нала басқан, қол бұлғады өткенін қарамастан, арман құсын ұшырып аңсарымды, аспанына ай жүзің ала қашқан. Аққан жұлдыз, өзіңмен атқан таңым, бәлкім бақыт өмірден тапқан бағым. Кетсең егер, кетердей жас болып тамып, жанарымның ішінде жатқан жаным. Өлі болса да жақсы жас болады. Бұл да күнде бақытты. Кешіріңіз, біздің күнделіктеріміз ауысып кеткен сияқты. Мына махаббатқа толы жазбалар сіздікі болса керек. Оның өздік болды. Иә. Оралхан, Жанбек, манаға қылықтарым үшін айып етпеңіз. сізден кешіріңіз. Онда айыбымды өтеу үшін сіз шығарып салайын. Сізде қай пойыз? Алматыда Қай вагон? 15. Шын айтып тұрсыз ба? Қайшеш. Онда бізді тағдырдың өзі қосқан шығар. Менде де сол вагон. Жүріңіз ендеше. Сіз қайда келдіңіз? Ол екеуміз алғаш осы жерде жолығысып қалған болатынбыз. Сіз күтіп отырсыз ба? Қашан келеді? Қарашада. Қарашада. Құстауыр күрсінеді. Қарашыққа мөлдіреп мұң сіңеді. Құсын ұйықтадым, айналып жастығыма. Сен де жаным, сағынып жүрсің мені. Жолдар ұзақ, арамыз мың шақырым. Самолет ұшса баяу, поездар жүрсе ақырын. Теңіз кешіп, тау басып, жетсең шенді демесең. Шағылсайым, сынсағым. Сенсіз жүрген жолдардың бәрі бекер. Бізді жолықтырар ма Тәңір әкем? Қарашамыз биылғы шілде болды, кері кетер дүниеге.
керек етер. Көшелерде бос қалды көліктерсіз, айырылды баяғы көріктен күз. Бұл жақта жер қып-құрғақ, бұл жақта ауа қапырық. Шалшық суға аяғын малып отыр еріккен қыз. Көшенің талына ай күзеді. Ай қыз бетін ақтадың қайғы жеді. Сеніменен танысқан қай күзеді. Сені менен айырған қай күзеді. Екеумізді сынайтын сықылды күз. Жалғыздыққа жабырқап жығылды жүз. Батыс жаққа кетпей жол қарайла біз Алматы екеуміз күтіп жүрміз. Қашан келесің? Қашан? Жынды ма онда неге айқайлап отырсың? Жарайды, басқа жақтан алып, жалғыз сен емес салып отырған. Апа, 15 минут бар, 15 минут. Асықпаңыз, асықпаңыз. Ол қайындастырыңыз. Бәрі жақсы ма? Амансың ба? Қалай жақсы ма? Мен сізге сатып қойған көп білесің. Мен үшін. Мәссаған, рахмет. Әншейін білесің? Давай салып тұрады. Маған бөлініп оқып беріңізші. Мен енді ақын емеспін, өзің білесің. Бірақ енді өлеңге жақындығым бар. Қойым сағай, оқып беріңізші. Мен саған бір жолда ұзақ білесің ғой өзің. Өлең бар. Оқып берсің. Антиномия. Жазғыра алмас жүрегім кеткен досты, тек аяғым жанарым кеткен жасты. Бұл қалада бәрі бар, тек сен жоқсың, тек сен жоқсың, Құдай неткен жақсы. Сезім бұлқып ой қалқып алып ұшқан, сағыныштың сен жайлы бәрі дұшпан. Көшелерде кептелген көліктердей санамышы, сарбідік салтысқа. Бүгін ұзақ жол жазып жүргім келді, еске аламыз ертең-ақ бұл күндерді. Аңсадың не шаршадың қызықтырмас Ақтөбеге бәрібір, білдің мені. Жоққа сіңіп жұтылған хабарындай, сағыныштың сап-салтын самалындай, үмітіңді үгітіп үркітетін, ойладың ба қатал деп қалауындай. Ойламадың, ойғамат дерттен жаман, оралуға болмас па өткенге дан. Бұл қалада бәрі бар, тек сен жоқсың, тек сен жоқсың, Құдай қалды. Неткен жаман. Осы өлеңді арнап отырған адамның да арманы жоқ шығар. Өте керемет. Арманы жоқ болса жоқта шығар, бірақ сол кісінің арманын орындап, жұмыс осы, жанында біраз қалмай жүрген жайым бар. Ағай, мүмкін біз... Соңғы кезде балаларым да ренжіп жүр. Иә. Балалар? Иә, балаларым бар. Сіздің отбасыңыз бар ма? Иә, қалай? Жақсы сақталған ба? Мен сізді никак еткен деп жүрсің. Жоқ, иә. Алмаларыңыз алып кіреді. 5 минут есік жабамыз, жігіттер болып кіреміз. Ағай, қазір аспайтын шығар, мен сізден сен күштісін, әдемісің. Не алшы, балаларыңызға апарып беріңіз. Ой, рахмет айналып. Жақсы. Келесі келген кезде тағы бір өлең шығарып қоямын, соны саған қойып жіберемін. Бірақ ағай, мына өлеңіңізді қалай берсеңіз. Жарайды, сен де болсын. Ұмытпа, алам, мен жазамын. Жарайды.
сегіз жанымнан сүйемін ғой сыздап жатқан жүрегім ғой сөзіңе сенемін ғой келеріңді білемін ғой Сәл көңілсіздеу, бірақ сенің көңілден шығады деп ойлаймын.
кетті ғой. жан енді айтып жатқан нәрсең не? Біріншіден мен диетадамын. Екіншіден мен 2 жылға кетіп бара жатқан кезде Мәскеуге не айтып жатсың? Әзілдерінің барлығын айтып бір тегі адам өз. Сені сондай алыс жолға жалғыз жіберемін деп ойладым. Жан не сөйлейсің? Давай, мен саған бір анық айтайын. Бізден сенікіндей керемет шықпас. Бірақ, иә, ішмесем маған гитара, мен сен өліп жүрсің. Жарайды. дәл осы сәтте мені қалды сен тым көп менде ару ғашы жанару ол қару атымды қару сені көрген кезде уақыт тоқтайды көрмесем өтеді жазымрай жетер сезімімді жасыра алмай жанған жүрегіңе мен сыймай мен сені сүйемін мен сені сүйемін. Күтіп алушылардың назарына Мәскеу Алматы бағытындағы номері 106 жеке поезд 15 минутқа кешігетінін хабарлаймыз. Сол кеттім. Барам, просто келіп боласаңыз. Гүл берем, гүлім жоқ сол. Аға. Сіз гүл сатасыз ба? Иә. Мен гүл алдым кеттім, қызым келеді. Қашан күтесіз? Мынау 5 мыңнан, мынау 8 мыңнан. Қымбат болды, 5-8 мың емес. Жігітім, бұл вокзал. Ал, Мақсы алма. 5 мыңды 3 мыңға беріңіз. Алайын да кетейін. Болмайды ондайға. 5 мыңға деп тұрсыз, 3 мыңға алын да кетемін. Давай. Беремін, қуанады. Саған да жоқ, маған да жоқ 4 мың. Мақұл, Каспийіңіз айтыңызшы. 8. 708, Аха. 334, Аха. 45-39. Жанар, иә? Аха. Я аудардым. Рахмет. Аха. Гүл беріп келіңіз. Иә. Інім, неше минутқа кешігіп деді? 15 минут деді. 15 минутқа кешігіп. Ойланып кеттің ба? Қызыңды күтіп тұрсың ба сен де? Қыз болғанда білмейді ол қызым болғанын. Білмейді. Бүгін сөз саламын деп отырмын. Негізі бұрыннан ұнатамын ғой. Жол. Біраз болған деп көрсетейін. Мен де қызыммен ренжітіп болды. Мен де гүлді ұмытып кеттім ал. Қай жерден сатып жатыр? Ар жақта бір бүйтіп тұрып тауып алады өзі. Алады. Тұрамын, жақсы көремін дейсің, қиын емес болсын. Хей жөндей. Мен қорықпаймын оқым ма что? Гүл алып кел, 4 мың алып. Түспей қойдам. Тұрамын да жақсы көремін деймін, не болды? Жан, сен мында қайдан жүрсің? Камил. Не ғой? Жаңағы дос балам келіп вокзалдан жаңағы. Сен осынша уақыт қайда жүріп болдың? Соңғы жазған хатыңда маған маңызды бір нәрсе айтамын дедің, сол күйі хабарсыз. Иә, ол сен кінәлім ғой алдыңда. Бір ақталушы деген жоқ мен. Ондай не үшін білдің? Камила. Сен мені сөзсің, мен бұрыннан бері сені... Жан? Камил? Дәужан, привет. Дәужан, таныс қой, бұл менің сыныптасым. Сыныптасым Бақытжан. Негізі таныс. Сен қызыңды күтіп алдың ба? Ол кемеді ау әлі. Кемеді. Жолың болсын ба? Бар. Сен оған келдің, отыр.
көздері, қап-қара түндердің негізі, тегізі білінген бозамық сәуленің, ондағы тылсымның таба алмай негізін мен бейбақ өремін. Оның көздері мендегі тұңғиық ойлардай, ойланбай күл әлем ішіне сияды, жымыңдап қараса жынды да ес-түсін жияды, сезеді сыйқырды, ал сосын құс жолын кезеді ақынның қиялап. Оның көздері білтелі шансынды жағылар, табылар, бұлыңғыр үмітте арманда, жүректің ұшынан тәтті жыр ағылар. Көрген қыз кірпігін көтеріп қалғанда, оның көздері шұғыла шашады жалықпай, жарықтай жұтады буалдыр мұңдарды, бұлттардың үстінен шырқалған қалықтай көңілдің әуенін тыңдар кім? Оның көздері таң нұры секілді арайды, ұлына қарайды өзгені. Осында дана гүлі тоғышары, осында түрлі тағдыр тоғысады. Әркім жүрек өзінің жоғын іздеп, тек қана арба кештер болсады. Мына жігіт келген ау оянғанда, мына қыз сұлу деп оянған ба? Адамдар түсіп жатқан пойыздардан, кейде түсе бір-екі қояндардан. Екпінмен вагонына екіленіп, біреулер соңғы сәтте секіреді. Будақтаған түтіні отарбаның будақ бұлттың мазасын кетіреді. Қарасаңда қайсы бір түйісінді, табасын ғұмырларды түйісуді. Көбірек көрген неке залдарынан осы вокзал шынайы сүйісуді. Жүрегінен айтады тоғысы бәр, алыстап жатқан жандар бақытынан. Шынайы сүйісуге себеп болар, кешігіп келген пойыз уақытынан. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу.
Sensiz armağan bekir boy, көңіліңе сырласу. Өмір заңы екен ғой, кездесу мен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға. Жаным оған келерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бөлінесің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды емессің, сен ұмыта алар емеспін. Енді маған сен бөлінесің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды емессің, сен ұмыта алар емеспін. Қысқа ғана уақытқа созылған кешіміз аяқталды. Қолдап келген барлығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Қоштасудан қарағанда кездесулеріміз көп болсын өмірде. Келесі де кетіп тұрыңыздар. Сіздер келгендеріңіз үшін біз өте қатты қуаныштымыз. Сіздер біз үшін ең ыстық көрерменсіздер. Себебі біздің ең алғашқы кешімізді көрген сіздер. Рахмет сіздерге. Күлгені жан жылытар, жымиғаны құлатар. Ерексіз гүл сыйлатар, бір көрген жан ұнатар. Шашбау тағып жүрмесе де күнде, себеп бар сен ойлауға түнде. Ұстасам жібермеймін мүлде, себеп бар жібермеуге мүлде. Үлдемен мүлдегі күнде ораймын деп уәде бере алмайм. Бірақ күнде де түнде де сенен екелерге ажырай алмайм. Ажырай алмайм, ажырай алмайм, ажырай алмайм. Ажырай алмайм, ажырай алмайм. Үлдемен бүлдеге күнде ораймын деп уәде бере алмайм. Бірақ күнде де түнде де сенен екелерге ажырай алмайм. Ажырай алмайм, ажырай алмайм, ажырай алмайм. Ажырай алмайм, ажырай алмайм. Бүгін таңертең егер келмесең, онда бәрі бекер болғаны келсе. Бүгін таңертең мені көрмесең, басқа жанды тауып болшы тек сонымен. Атып кетті енді таң, осы әнімді жазғанша. Енді әндер жазуға шабыт болар басқа жан.